құмар едім өзіңе бала кезден әнге бөлеп маңайды асып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаң ол анам талай суалған, сенің келіп жағаңа әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ асыр салған жағаңда, сенен асқан аруды бұл әлемнен табам ба? Сенен асқан аруды бұл әлемнен табам ба? Өткен ғасырдың 70-ші жылдары Бәкір Тәжібаевтың Ақбұлақ әні әуе толқынында жиі насихатталды. Ауыздан ауызға тарап, ұрпақтан ұрпаққа жеткен бұл ән әлі күнге дейін тыңдаған жаңа көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Сәлеметсіздер ме? Эфирде ұмытпаймыз. Бүгінгі бағдарлама ақын, драматург, әнші, сазгер Бәкір Тәжібаевқа арналады. Студия қонағы ақынның ұлы Жасұлан Бәкірұлы. Қош келдіңіз, аға. Рахмет. Енді қанша тыңдасам да, Ақбұлақ деген әннен ешқашанда жалыққан емеспін. Кішкентай кезімізден, бала кезімізден қазақ радиосынан тыңдап өстік қой. Енді бір Ақбұлақтың өзі қанша буынға әңгіме болды. Қанша ғалымға мақала жазуға ол түрткі болды. Сондықтан Ақбұлақтың өзінің жыры да, сыры да көп, дегенмен де бұл ән Бәкір Тәжібаевтың әні екені бесенеден белгілі. Оған нүкте қойылды. Өзіңіз Ақбұлақты көрдіңіз ба, басында болдыңыз ба, сол бұлақ қандай екен? Әрине болдық бұл Ақбұлақтың басына. Енді біз ол кішкентай кезімізде оны әкеміз бір екі рет алып барғаны бар. Мен өзім ойша Алматыда туып өскенмін. Иә. Бірақ енді біздің отанымыз, туған жеріміз сол Ақбұлақ. Сондықтан сол жерге өзі алып баратын, содан кейін былай ауылға барғанда барып тұратынбыз. Енді ол кішкентай ғана бұлақ, шынын айтса, ол анау айтқандай үлкен өзен де емес, кішкентай бұлақ. Бірақ сол бұлақтан осындай үлкен жаңа әңгіме көтеріліп отыр. Менің ойымша Ақбұлақ деген енді бұл тек қана сол біздің Ақтөбедегі Ақбұлақты ғана емес, бүкіл осы Қазақстандағы бұлақтардың бәрі Ақбұлақ қой. Әрине. Әркімнің бұлағы өзіне сондай бір ыстық, әркімнің бұлағы өзіне сондай жаңағы керемет болып көрінеді. Сондықтан негізінен бұл Ақбұлақ деген ән бұл тек қана бүкіл осы Қазақстандағы бүкіл туған жерге деген ыстық махаббаттан туған жаңағы сондай ән деп ойлаймын. Күндіз түні бірдімбай дала кезген шапқылап, құмар едім өзіңе бала кезден Ақбұлақ. Әнге бөлеп маңайдай асып тасып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаңнан анам талай суалған, сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын Ақбұлақ асыр салғам жағаңдай, сенен артық өлкені бұл әлемнен табанбай. Ұрпақтан ұрпаққа әдемі ән әлі өзінің жалғасын тауып келе жатыр. Жалпы Бәкір ағамыздың осы Алматыға келуіне Қазақстанның халық жазушысы Тахауи Ахтановтың әңгімесі әсері болған екен. Ол оқиға қалай болып еді? Енді оны маған жаңа өздері айтып беретін үйде отырғанда. Кезінде Тахауи Ахтанов ол кезде үлкен белгілі жазушы, халыққа танымал. Содан бір жолы бір кездесу болады. Сол кездесуде жаңағы Тахауи ағамыз әкеммен танысады. Содан кейін әкем ол кезде домбыра жақсы ойнайды, өлең айтады, жыр шығарады деген сияқты. Содан бір тыңдап отырып, сонда Тахауи аға айтқан екен. Бұл кезде әкеміз актер болып жұмыс істеп жүретін. Енді ол бір-екі облыстық драма театрларда актер болды. Жамбылда, Шымкентте, сөйледі. Көркем фильмге де түсті ғой. Иә, кезінде Ресейдің бір Мосфильмі түсірген «Алитет уходит в горы» деген кино болған. 40-шы жылдар шыққан. Сол кезде бұл сол киноға чукча ретінде түскен.
Содан жаңағы сол Тақуй Ақтанов сосын әкемізге айтады. Бәкір, сен мына кішкене өнерге жақындығың бар екен. Осы жаңағы бір өлең шығарады екенсің, қалам түртеді екенсің. Сен одан да осыны қойсаң қайтеді. Саған негізінен осы өнер жолына түсу керек. Сенің осындай жаңағы дарының бар екен, байқап отырмын. Сондықтан сен осыны қойды, Алматыға кел. Мен саған көмектесейін деп, содан осы Алматыға шақырады. Содан әкеміз бәрін қойып, сол жұмысын сол жерде тастап, Алматыға келеді. Сол жерде, осы жерде Алматыда опера театрына әдеби бөлімге қызметші болып кіреді. Сол жерде содан жаңағы Алматыдағы өмір содан басталады. Ағалардың аялы алақанын көрді дейсіз ғой. Әрине. Енді сіз көзіңізді ашып, әке-шеңіздің жанында жүргенде үйге көп қонақ келетін шығар. Ең жиі келетін кімдер еді? Ақындар ма, жоқ, әншілер ма? Ол кезде енді ақын, жазушы, немесе композитор, әнші деп бөлінбейтін. Өнер адамдар. Өнер адамдар бұлар келіп, барлығы мысалға кешке қарай бір жиналады. Содан түні бойы отырады, өлеңін айтады, оқиды, біреу өлең айтады, біреу өзінің жаңағы шығармасын айтады. Сол түннің бір уағына дейін отырады. Әрбір адам, әрбір ақын немесе әрбір композитор өзінің жаңа туындысын алып келіп, сол жерде алғаш сонда премьерасы сол жерде болады. Сол жерде олар талқылайды, мына осындай, мына жер осылай десең сияқты. Сосын жаңағы егер мына өзгертетін жер болса айтады, мынаны былай қаласаң, былай жасаса қалай болады, былай қаласаң жасаса қалай болады деген сияқты. Әнсіз ешқандай халық болмайды. Әр халықтың өзінің әні бар, өзінің жыры бар, өзінің күйі бар. Әр қайсысы өзінің әнінің ұлттық бояуыменен, ұлттық нақшыменен айтатын дүниесі болғандықтан, әрбір әні, әрбір күйі сол халықтың болсын, жекелеген халықтан шыққан өнерпаз адамдардың болсын, еңбегі соның тарихы болып саналады. Керемет өте қызық уақыт болды. Мен мысалға өзімді өте бақытты деп санаймын, себебі мен сол кісілерді көрдім, өзі көзіммен көрген адаммын. Сол кісілердің көбісі қазір жоқ. Енді қалған кейбір жеңгелеріміз қалды, бірақ ол жеңгелерде кішкене үлкейіп қалды. Бірақ енді сол әңгімелерді былай қазір еске түсіріп отырсаң, енді керемет уақыт болатын, бір жақсы сондай нағыз патриот адамдар, осы адамдар болатын. Олар негізінен осы отаным, қазағым деп өмір сүрген адамдар. Ең басы осы елімізге, отанымызға қалай соның өнерін көркетеміз деген адамдар ғой. Ниеттері тап-таза адамдар еді ғой. Өте таза адамдар. Мысалға да әкеміз актерлік шеберлік студиясын бітірген. Ол жерде біраз керемет деген жаңағы өнер қайраткерлерімен бірге оқыған. Әзірбайжан Мәмбетов мысалға, Кенбай Қожабеков ағамыз, тағы да тағысын. Көп адамдармен сол уақыттан бірге танысып жүріп, бірге өсіп, бірге жаңағы неткен ғой, бірге жүрген адамдар енді. Бәкір ағамызды шынымен де мына бағдарламалар болсын, ол кісі туралы жазылған мақалалар болсын, оның өзінің жазғандары болсын, қарап отырсам, шынымен де 8 қырлы, 1 сырлы деп айтуға болады екен. Тек қана өлең жазып қолмай, өзі ән айтқан, өзі ән шығарған, өзінің жаңа актерлік шеберлігі бар, сонымен қатар мына қазақтың халық ауыз әдебиетінен келе жатқан өнері өшіп қалмасын деп дүркін өзінің мақалаларын жазып отырған. Оның өзі кейін мынау архивтерден қопарылып айтылып жатыр, Жалпы осы қырларының ішінде өзін ең бірінші орынға қоятын не ол? Ақындық па? Ең біріншісі ақындық қой. Әрине ол ең бірінші ақын. Себебі бүкіл өлеңдерінің барлығын осы отанға деп негізінен бұл лирик ақын. Негізінен оның тақырыбы лирика, сезім, отан сүйгіштік, патриоттық сезім. Осы тақырыпта ол негізгі өлеңдері бос жайында. Туған елге, туған жерге деген махаббат сезімін қозғайды. Туған елім гүл елім, қасиетіңді білемін. Өзіңе деп жүремін, лүпілдеген жүрегім. Бәкір Тәжібаев. Орындаушы ретінде басқа облыстарға, ауылдарға барып концерт қойып кететін. Мысалы, олар енді жылда 3-4 рет командировка ашады, шығармашылық бригада ретімен. Сонда бір жазушылар, ақындар, әншілер барлығы шығады, ауыл-ауларға тарайды, іздейді, жүреді.
сол жерде қыдырады, жаңағы концерт қояды. Сонда мысалға мен әлі есімде бір жолы бір ағамыз айтып беретін, бір ауылға барады, жайлауға. Сонда жаңа малшылар жиналады. Енді ол жерде не микрофон жоқ, не сахна жоқ. Отырады, сол жерде отырып ән айтады. Содан дейді, түні бойы отырдық, сосын өзіміз қалқып кеттік. Сосын бір уақытта дейді, таң уже таң атып тұр. Барлығы кетіп қалған бір кемпір отыр дейді. Сол кемпірге әкеміз өлең айтып отыр дейді. Түні бойы өлең. Сонда айтсам, шаршамайсың. Енді тыңдарман отыр, мен оны қалай кетіп қаламын деп айтқан. Сол даже жалғыз тыңдарманы болған үшін сол түні бойы өлең айтқан. Өнерге деген құрмет, өнерге деген жанкештілік қой, иә. Сол халыққа деген құрмет. Көз қара, қасы қара, құдіретті қадишу. Жүрегіме салып жара дертім өтті қадишу. Көзге сүрме жағынатын, күміс белбеу тағынатын. Шолпың сыңғыр қағылатын, кербес сұлу қадишу. Оңашада кез келмейсің, неге көңіл сен бөлмейсің. Жаңға дейша, падишу, падишу. Ауылда өскен болса, ауыл жақсы біледі, сондықтан ауылдың адамдарын жақсы түсінеді. Енді оларға да мысалға бұндай күнде артистер келе бермейді. Әрине. Оларға да қызық. Олар әңгімелескісі келеді, олар неткісі келеді, сөйлескісі келеді. Сондықтан ол мына халыққа деген өте сондай сый құрметін көп көрсететін. Мысалға енді бір жолата тағы бір әңгіме шығып отыр. Қалмұқан ағамыздың бір естелігі бар. Қалмұқан Исабаев, біздің әкеміз тағы 2-3 жазушы бір облысқа барады. Таксимен келе жатып, содан радионы қосып қойғанда Ақбұлақ әні как раз шырқап тұр екен дейді. Содан жаңағы Қалмұқан ағамыз сондай бір әзілқой адам болатын. Жүргізуші соны тыңдап келе жатыр рахаттан. Содан сұрайды ғой Қалмұқан. Осы жаңағы осы Бәкіт Әжібаев осы қасыңызда болса не істер едіңіз деп сұрайды ғой. Ой, мен жаңағы той жасар едім, жаңағы жылқы сойып той жасар едім дейді ғой. Содан айтады, міне Бәкіт Әжібаев сіздің қасыңызда келе жатыр. Сол ана кісі аң-таң болады, шының ба, өтірік па, қалжыңдап отырсың ба? Жоқ, айтады, міне Бәкіт Әжібаев деген міне осы кісі деп. Содан ана кісі тоқтап, мен сізді үйге шақырамын, үйге барайық, қонақ болыңыз, мен сізді жаңа қонақ қылайын, ауылдағы адамдар бәрі рахат ниет қуанып қалсын деп. Содан бір күн, содан барлығы неге барады, ауылға барады. Сол ауылға барғанда, содан ауылдағы шалдар намазға бара жатыр екен. Содан дейді, жаңағы Бәкіт Әжібаев келді дегенді естіп, намаздан бармай сол тойға келген. Сондай бір қызық әңгімесі бар енді. Сол кездегі ол кісінің әні қазақ радиосына үнемі беріліп тұрды. Біз мысалы үшін өзіміз көрмесек те, мысалы үшін біз Алматы облысының басқа бір ауданында жүрміз, бірақ ән арқылы біз Бәкір ағаны күнде көріп жүргенде әсерде болатынбыз да. Ал сондай құрмет, сондай халықтың оған деген ниетін сезіп көрген ағам бір дандайсу, мақтану ондай бір болды ма оның бойында? Ол қуаныш, мақтаныш сондай. Ол өте қарапайым адам болатын. Ол кейде жаңағы мысалға ұялатын. Осындай бір жерге барғанда бір жаңағы мақтайды, сөзін. Өзің қайсан, жігіттер қойыңдар енді ұят болады. Сондай тоқтап айтатын. Енді бұл кісі қарапайым болғаннан кейін, бұл енді ауылдың адамы ғой. Ауылда өскен, ауылдан шыққан, сосын халықпен бірдей. Сосын қолынан келсе жақсысын аямайтын. Бір жол айтады, бір енді сол кезде енді ауылдарға, облыстарға көп шығады ғой. Сосын облыстарға бір жерге барады, содан бір облыста бір жерде қонақ болады. Сол жерде қонақ болғаннан кейін, сол жердегі енді жаңағы белгілі азаматтар сыйлық береді, жылқы сыйлайды, кейде көлік сыйлайды дейді. Сол бір-екі ауылда сол көлігін тастап кетіпті. Мен бұл көлікті үйге алып барғанша сендерге осы қажет болады ғой. Менің сендерге берген сыйлығым болсын деп сол көлігін тастап кетіпті. Ол кезде көлік деген мүлдем жоқ қой. Әрине. Содан кейін үйге келген деген шешеміз айтады.
нең бар еді, соны біреуін неге ала келмейсің деп, ой қойшы. Мен жаңағы, мен оны айдай алмаймын, оны айдайтын адам да жоқ. Оны не істейміз үйде тұрғанда. Не деген қарапайым. Сол жердегі азаматтар бар, соларға тастап кеттім деп. Сол күліп айтатын. Сондай адам болатын. Ал жылқының бәрін мал сыйлайды ғой. Бәрін таратып келеді. Таратып береді. Мынаған кер, анаған бар. Біледі, анаған үйінде жағдай нашар. Көмектесу керек, сол малын бәрін тастап кетеді екен. Қандай керемет адам. Енді Бәкір ағаның ән қоржынында 200-ден ән бар екен. 200-ден астам. 200-ден астам әндердің бәрі орындалды ма, орындалмай қалған әндер бар ма? Жалпы оның шығармашылығын еске салып тұршын дүркін жаңағы өзінің мерейтойларында концерттер ұйымдастырып отырам дедіңіз. Жаңадан келген жас ұрпақ сахнаға енді шығып жүрген әншілер қандай әндерінен өзінен айтқысы келеді? Сіз жаңа айтып отырсыз, мысалы, 50 жыл, 40 жыл, сондай әндер көп. Осы уақытқа дейін танымал. Осы уақытқа дейін көп айтады, жастар да айтады. Уақыттың билігі жүрмейтін әндер ғой. Жүрмейтін әндер, енді олар жаңағы жақсы сондай керемет шыққан әндер ғой. Әкеміз енді өлеңді тез жазады. Егер мысалға музыка ұсынаса, онда жарты сағат, 1 сағатта өлең жазып береді. Мысалға Төлеген Мұхамеджановтың Іңкәрім-ау деген ән жайында естуіміз бар. Оны Төлеген ағаның өзіне айтып берді, өз аузынан естігенбіз. Бәкір ағай мен Роза Тәжібайқызы екеуі әкі өлеңді жазды бірігіп. Берді, барып бір аялға отырдым да, бірден айтып кеттім. Бұл өмірде сен маған деп серік едің. Бірден айтып кеттім. Айтып жатырмайтын, бұрақты ба? Роза Тәжібайына келді. Кухняны тастады, келді бізге. Шоуымыз әлгенде айтып кеттік. Сонымен жаңа Роза апамыз балауын бас болғанша дайын тұрып дейді. Әні де сөзі де дайын, палау да дайын. Палау да дайын. Содан кейін барлығы рахаттанып отырып, жаңа Роза апамызға несін берген, ол ойнаған, өткен, ұнаған. Содан жаңағы Роза апамыз сол әнді керемет айтып кетті. Нағыз әнші десе осы Роза Бағлан апамыз айтуға болар еді. Бәкір ағамыз қандай композиторлармен тығыз жұмыс істеді? Ол жаңа айтып Төлеген Мұхамеджанов бар, Нұрғиса Тілендиев те бар оның ішінде, Еркеғали Рахмадиев те бар оның ішінде. Ең көп жазған әрине бұл Ескендір ағамыз. Бұл Ескендір ағамыз ол кезде ең басында алғаш келгенде ол кісі студент болатын. Консерваторияның студенті болатын. Содан танысып, үйге келетін болды. Содан кейін үйге келгеннен кейін бұлар енді отырады, әңгімелеседі. Енді ол жастау кезінде енді көп сұрайтын папамыздан. Мынау қалай, мынау қалай. Енді ағалы ілі болып кеткен адамдар ғой. Содан өлең жаза бастайды. Содан бұлардың енді жаңағы ортақ несі шығармашылығы бір 30-тан астам өлең жазған. Олардың сол көбісі бос уақытқа көп айтылады. Шырай керек, шын сүйген азабына шыдайды. Ән айттым, арнап саған ұнаймады. Әдем-ау, мені сүйсең мұңаймады. Арманың мұңлары, ақын жанның соры, жастық шақтың соры.
Қандай әке болды үйде? Сапаргүл апаймен олар қалай тұрды? Ой, керемет тұратын. Олар енді мен сізге айтайын, ол мысалға бұл кезде кеңшілік заман деп айтуға болады енді шынында. Бұлар жақсы тұрды, жағдайлар жақсы болды. Сосын мына көңілді тұрды. Аппағым бау, аппақ ерім, сенен асқан арулы. Бұл емнен таппадым, аппағым бау, аппағым. Шіркін сенің көзің ай, ақ ботаның көзіндей. Тоңдеттің өзіндей, тына қалған сезімдей. Тоңдеттің өзіндей, тына қалған сезімдей. Қасың садақ керілген, қардай аппақ тамағың. Оймақтанған еріннің қызғалдақ аудалағы. Аға, сіз кімге ұқсағасыз? Әкеңізге ме, шешеңізге ме? Енді әкемізге ұқсаған шығармыз енді. Бірақ енді ол қазір кейде ойлаймын, бірақ енді көбінесе мінезім әкеме ұқсаған дейді. Енді мамам өзі айтатын. Екеулер мінездері аузына түскенде сен бірдей мінезің дейді да. Сонда енді әкеміз енді ол да бір өте турашыл болатын әкеміз. Сосын өтірікті өте жек көретін. Өтірік айтатын адамдармен вообще кейін араласпайтын, қолын да бермейтін. Себебі сол өзі сондай шыншыл айтатын болатын. Сосын ойындағысын тіке айтатын. Кейде онысы біреуге жақса, біреуге жақпайды. Онысы көп ретте жақпайды. Сосын оған айтатын, сен қайтесің оны жақ? Соны айта бергеннен не шығады? Қайтесің оны? Одан да үнемі қойса, жоқ, оныкі дұрыс емес. Ұрысы болады, жатып алып бейке ұрысады. Содан өзі айтады, нең бар, қайтесің деп. Сапаргүл апамыз ылғи да басу айтып отыратын. Иә, басу айтып отырады. Енді ол кезде еще әжем тірі болады. Әжем бірге тұрады бізбен бірге. Сонда енді бұлар әкеміз енді жұмысқа бармайды. Ол кезде жаңағы шығармашылық одақтың мүшелері мынандай қызметке бармауына рұқсат бар. Мен мысалы сабаққа кетем, оқуға кетем, мектепке кетем, мамам жұмысқа кетеді. Олар ана әжеммен екеуі үйге қалады. Бәкір ағаның шығармашылығындағы ең бір кульминациялық шешім шығарған әннің біреуі бұл Әлия. Сол Әлия Молдағұловаға арналды. Ол Кеңестер одағының батыры. Сол Әлия Молдағұлова сіздің нағашы әжеңізге тосқан болып келеді екен. Әнді де сөзін жазған кезде сол ападан сұрап отырып жазған дейді. Сол рас па? Рас. Бұлар енді екеуі қалады. Таңертең енді әжем маған шайын береді, тамағын береді. Себебі әкеміз түнде жазады. Сол таңға қарай жатады, сосын ұйқысын қандап тұрады. Түске қарай сол уақытта әжем оған тамағын береді, шайын береді. Содан кейін екеуі ана жаңа кеше түнде жазған нәрсесін екеуі нетеді, ақылдасады. Әкем әжеме оқып береді. Мен түнде осындай жаздым. Сосын бірінші критик әжем болатын. Сосын айтады, мына жер дұрыстау емес, мынау былай қалай, мынау. Соны өзгертеді. Содан кейін қайтадан жазады. Қайтадан оқиды. Содан кешке мамам үйге келеді. Соны неге машинкаға береді. Ол кезде компьютер ештеңе жоқ. Мамам жұмыстан келеді, тамағын дайындайды, нетеді, содан кейін түнде отырып, ана машинка басып, сол өлеңдерін басады. Бәкір ағамыздың өлең сөзіне жазылған Әлия менен мен дүние жүзіне танылдым. Құрметті, атақты әнші болдым. Маған бұл әншілік бақыт әкелді. Сондықтан Әлия апамыздың аруағына, музыкасын жазған Сейдолла ағамыздың аруағына, осы әннің сөзін жазған Бәкір ағамыздың аруағында бас иемін. Әлия жайында ол да сөзден сөз шыққан. Содан бір жолы жаңа әңгімелесіп отырғанда әжем айтты, сол бір сөзден сөз шығады Әлия Молдағұлова жайында. Сосын әжем айтады, ол біздің туыстарымыз, жақын туыстарымыз деп. Содан ол кезде как раз әкеміз сол Әлия жайында ойланып жүрген екен. Содан тап береді, ой, айтып берші әже, апа, не болды, қалай болған деп. Содан екеуі әңгімелеседі. Ана әкем оны жазып алады барлығын. Содан кейін зерттей бастайды. Бұл енді ән жазуда оңай шаруа емес, бұл кезде Әлия жайында. Көп мағлұмат белгісіз, айтылмайды деген сияқты. Сол оны Ленинградтан іздейді, ан жақтан, бұл жақтан біледі. Ол қалай болды, не болды деген сияқты. Содан күндердің күнде осы Әлия әннің сөзін жазады.
Енді мен сізге тағы бір қызық айтайын. Әлия әннің бірінші музыкасын жазған Ескендір Хасанғалиев. Солай ма? Содан кейін, біраз уақыттан кейін, Сейдол ағамыз ол кезде консерваторияда оқып жүрген тоже. Сол келіп, осы бір музыка жаздым деген. Сол музыкаға осы Әлия бөлеңі прям тұспа-тұс келген ғой. Ал Ескендір аға жазған ән орындалған жоқ ол? Ол бір-екі рет орындалды, сонымен қалды. Бірақ мына Сейдолла Бәйтерековтің әні енді ана құйылып тұр ғой өлеңде. Иә. Оның бағын ашқан Роза Рымбаева, иә? Енді Роза, ол кезде ол өте жас болатын. Енді сахнаға шығып жүрген кезі, бірақ енді табиғи дарын. Ол не бір қайраткерде болған жоқ, не ешқандай орденді алған жоқ, не ешқандай медальді алған жоқ, ешқандай марапатты алған жоқ. Сол, бірақ енді бұл... Бәкір Тәжібаев дегеннің өзі атақтан да үлкен нәрсе ғой. Сол қалды. Не тындырдым халқымның мен алдында, әнімді айтар, жырымды айтар, жоқпын ба мен, бармын ба. Бәкір Тәжібаев. Биыл Бәкір ағаның туғанына 99 жыл, келесі жылы 100 жыл болады, Құдай қаласа. Қандай да бір жоспар бар ма? Жалпы Бәкір Тәжібаевты ұмытпау үшін не істеу керек халық? Бұл жақсы сұрақ болды, себебі мен осыдан 2-3 жыл бұрын осы жайында ең бірінші Ақтөбе облысының әкімдігіне хат жазғанмын. Менің арманым, сосын үйдегі мамамның арманы Ақтөбеден бір ескерткіш орнату болатын. Содан мамам қайтыс болып кетерде, маған айтып кеткен аманаты, не де болса сол ескерткішті қою керек деді. Сонымен мен хат жаздым. Осылай ескерткіш қою керек 100 жылдығына. Енді Бәкір Тәжібаевтың мысалға Ақтөбеге сіңірген еңбек аз емес, сол жердің тумасы. Енді бірден болса Ақтөбе жайында айтатын болса, 2 нәрсені айтады. Ол біріншісі Ақбұлақ әнін айтады, Ақбұлақты. Екіншісі Әлия Молдағұлын айтады. Екеуінің де мысалға халыққа танымал болғанына тікелей себепкер Бәкір Тәжібаев. Сондықтан осылай 100 жылдығына ескерткіш қою керек деп сұрадым. 2 әкімге жаздым. Екеуі де жақсы жасаймыз деді. Содан Мәдениет министрлігіне хат жазды. Осылай ескерткішті қою жайында ұсыныс жасаймыз деп. Мәдениет министрлігі оған шешім шығарды. Қарсы емеспіз деген. Бірақ 3 жыл болды. Не ескерткіш жоқ, не ол жайында әңгіме жоқ. Оған 2 рет тағы да хат жаздым мен әкімдікке, сосын айттым. Сіздер егер қолыңыздан келмейтін болса, неге тікелей айтпайсыздар? Бүкіл облыста бізде жағдай жоқ. Біз Бәкір Тәжібаевқа ескерткіш қоя алмаймыз десеңіздер, онда мен басқаша жасаймын. Мен мысалға осы енді Бәкір Тәжібаевты сыйлайтын адамдар жетерлік. Одан біз ақша жинап, сол ескерткішті өзіміз-ақ қойып берейік. Жауап келді ме? Жауап бермейді. Мен осы айттым, 2 рет айттым. Енді жақында тағы да осыны айтып жатырмыз. Мен соны түсінбеймін. 100 жылдыққа енді мен ана жол айтқан бір бағдарлама жасау керек. Ол бағдарламаны осы бастан қолға алмаса, ендігі жылы осы жыл өтеді де кетеді. Ол тағы да қалады. Онда жасап жатқан ешкім жоқ. Осы бағдарламаны
пайдаланып отырып, оларға да бір құлағына алтын сырға осы мәселені көтерілмесе болмайды. Қаншама жыл жанында жүрген жары Сапаргүл апайдың аманаты. Аманатқа қиянат жасауға болмайды біріншіден. Болмайды. Екіншіден, Әлия Молдағұловаға ескерткіш қойылды. Оның атында әуежай, халықаралық әуежай берілді. Енді тіпті жаңағы Ақбұлақтың өзіне де ескерткіш қойылды ғой. Ендіше Ақбұлақты жазған адамға неге ескерткіш қоймасқа деп ойлаймын. Сол ғой енді. 100 жылдықта ескерткіш болады деп сенейік ондағы. Сенейік енді, мен де соған өте сенемін енді. Осы хабарды мен көріп тұрамын. Сіздерге мыңда бір рахмет. Себебі осындай жаңағы шығармашылық топта үлкен рахмет. Себебі шынында да азайып бара жатыр. Көзін көрген адамдар азайып бара жатыр. Сондықтан қаншама ақын жазушылар бар, олардың атын аталмай жүр. Солардың барлығын осы қазірден бастап бағдарлама жасап есте қалдыру керек. Себебі болашақ ұрпақ оны білу керек. Болашақ ұрпақ қазақ әдебиетінің шығармашылығын, мәдениетін жақсы білу керек. Ол үшін осындай бағдарламалар керек. Сіздерге мыңда бір рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Үй іштеріңіз аман есен болсын, тек қана жақсылық болсын. Сіздің осы бағдарлама күннен күнге үлкейіп дамый беріңіздер. Рахмет әңгімеңізге. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламаны ақын сазгер Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығына арнадық. Өткенімізді ұмытпайық. Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған әндерді айта жүріңіздер. Келесі кездескенше аман есен болайық.